күніміз әдемі сәтті күн болсын. Ендеше біз табиғатымызбен амандасып алайық. Біз балалар, қараңдаршы, Аслан талды сындырып қойды. Талды осылай сындыруға болады ма? Жоқ! Талды сындыруға болмайды. Балалар, біз құстың ұясын жасадық. Құстың ұясы сендерге ұнады ма? Құс біздің досымыз, е? Ал балалар, егер де құстың өстіп ұясын бұзуға болады ма екен? Жоқ! Құстың ұясын бұзуға болмайды. Енді біз қаны қоқысты жинайық. Кәнеке, кім жылдам екенін көреміз, кәні. Қоқысты жинаймыз, қоқысты саламыз. Кәні, қоқыс жинаймыз. Біздің орманымызды тазартып, ормандағы қоқысты жинаймыз. Кәні. Болды, шеш, болды. Ал балалар, талдың бұтағын сындыруға болады ма екен? Талды сындыруға болмайды. Ал құстың ұясын бұзуға болады ма? Құстың ұясын бұзуға болмайды. Қоқысты шашуға болады ма орманда? Жоқ! Шашуға болмайды. Орманда өрт жағуға болады ма? Жоқ! Жағуға болмайды. Біз енді шаршап қалған болармыз. Ендеше барлығымыз серпіп алайық. Серпу сәтінде бастаймыз.